Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Бүгін біздер кереметтей жаңа сабағымыз Абай Құнанбайұлының сабағы, яғни қара сөздер, соның ішіндегі 17-ші қара сөзге тоқталатын боламыз. Ең бірінші сыныптағы ахуал туғызу үшін жүректен жүрекке бір-бірімізге жақсы тілектерімізді айта отырайық. Кәні, бастадық. Келесі топқа айт өз тілегіңді. Данияр, Әсем. Менің келесі топқа айтатын тілегім, осы сабақта барлықтарыңызға керемет көңілге және де түсінікті сабақ тілеймін. Барлықтарыңызға тілеймін. Келесі топқа айтатын тілегім, осы сабақтан жақсы нәтиже шығарыңыздар. Үлкен рахмет. Менің сіздерге айтар тілегім, барлықтарымыз Абай сияқты дара болып, қазақ халқының кереметтей ұл қыздар болуларыңызға шын жүректен тілектеспін. Ары қарай, біздердің жаңағы сабағымызға келетін болсақ, мына бір тірек сызбаға назар аударайық. Бізде бұл нені бейнелейді? Кәні? Толық адамды. Яғни ақыл, қайрат, жүрек. Осылардың бәрі тобысқан кезде кімге келеді екен? Ғылымға. Ғылымға келіп тоқсады екен, яғни адамның бойында болатын қайратта, ақылда, жүректілікте ғылымға қажет нәрсе екен. Даусыз, дұрыс па? Өте дұрыс. Тағы да. Кән талқылаңыздар. Не айтасыздар? Өз ойларымыз, әркімнің өз ойы өзіне құнды. Ендеше өз ойымызды толыққан жеткізе білейік. Егер жүрек пен қайрат жақсы болып, ақыл тоғыспаған жерде ол жақсылыққа шығамайды, бәрібір адамның бір кемшілігі көрініп тұрады. Ол өзінің бойындағы жақсы мінез-құлқын ақылсыз шығарып басқа адамдарға көрсете алмайды. Егер қайрат болмаған жағдайда ақыл мен жүрек жақсы болмен қайраты болып бір шектеліп қалып кетеді. Ал жүрек жақсы болмағанда ақылын да, қайратын да ол елге және де қоғамға зиянды нәрселермен көрсете алады. Дұрыс. Ғылым тобы керемет өзінің болжамдарын айтты. Жүрек тобы, сіздер не айтасыздар? Үш қасиет. Жақсы. Ақыл тобы. Егерде адамда ақыл мен қайрат бар болып, бірақ жүрек болмайтын болса, адамда мейірімділік болмайтын болса, онда ешнәрсе шықпайды. Өте орынды. Мен айтқан болар ем, жүрегімнің түбіне терең бойла. Мен бір жұмбақ адаммын, оны ойла. Соқпақпалы, соқпақсыз жерде өстім, мыңмен жалғыз алыстым, кінә қойма деген екен Абай. Ендеше, осы бір керемет өлең жолдарының өзінен Абайдан ақылды, қайраттылықты, жүректі бірдей ұстау керек екендігін көреміз. Дұрыс па? Ары қарай, ендеше біз сабағымызды топтастыру үшін, сабағымызды ары қарай контекстпен ұштастыру үшін Абайдың 17-ші қара сөзін тыңдайық. Данияр, сен көмекке келесің ау, осы жол маған. Абайдың сөзіне. Так. Қайрат, ақыл, жүрек шуы өнерлерін айтысып, таласып келіп қойға жүгірді. Қайрат айтыпты. Ғылым, өзіңді білесің ғой. Дүниеде еш нәрсе менсіз кәмелетке жетпейді ғана. Әуелі өзіңді білуге ерінбей жалықпай үйрену керек, ол менің ісім. Құдайға лайықты ғибадат қылып, ерінбей жалықпай орнына келтірмек те менің ісім. Дүниеге лайықты өнер, мал тауып, абырой мақсатты еңбексіз табуға болмайды. Орынсыз болмысы нәрсеге үйір болмайды. Бойды таза сақтайтұғын, күнәгарлықтен, көрсе қызар жеңілдіктен, нәпсі шайтанның азғырынан қаратұғын, адасқан жолға баратқан бойда қайта жеңізіп алатұғын мен емес пе? Осы екеуі маған қалай таласады депті. Ақыл айтыпты, не дүниеге, не ақиретке, не пайдалы болса, не залалды болса, білетұғын мен. Сенің сөзіңді ұғатұғын мен. Менсіз пайданы іздей алмайды екен, залалдан қашылмайды екен, ғылымды ұғып үйрене алмайды екен. Осы екеуі маған қалай таласады? Менсіз өздері неге жарайды депті.
Ondan so'ng жүріп aytibdi, men adamның денесінің патшасымын. Қан менен тарайды, жан демеген болады. Менсіз тірлік жоқ. Жұмсақ төсекте жылы тана атып жатқан кісіге төсексіз келейдім, толып жүрген киімсіздім, тамақсыз аштың күй жайы қандай болып жатыр екен деп ойлады. Жанын ашты, ұйқысын ашылды, төсегінде дөңгештеп тұғын мен. Үлкенден ұятсақты, кішіге рахым қылдыра тұғын мен. Бірақ мені таза сақтай алмайды, ақырында бауыр болады. Мен таза болсам, адам баласын ала алмайды. Яғни Абайдың қара сөздерін кереметтей тыңдадыңыздар, дұрыс па? Әрқайсыларыңыздың бойларыңызға керемет бір ой қалыптастырады деген ойдамын. Енді соны ары қарай жалғастыру мақсатында, осыны талдау мақсатында, жаңағы әрқайсымыз өз ойымызды білу мақсатында сіздерге мен тапсырма берем. Осы тапсырма бойынша ақыл тобы, ғылым тобы және жүрек тобы өздеріңіздің қасиеттеріңізді топтастырыңыздар. Назерке ала ғой. Әр топ өздеріңіздің қасиеттеріңізді топтастырыңыздар. Тез арада. Бұл өмірден көріп жүрген, өмірде кездесіп жүрген нәрселердің барлығы. Жеке тұлғаның бойында Иә, сіздердің ғылым тобында болатын қасиеттеріңіз. Абайдың қара сөзіндегі ғылым тобында қасиеттеріңіз. Иә. Тез арада. Ақылдың өз қасиеттері бар. Ғылымның қасиеттері қандай? Ғылымның қасиеттері, егерде ғылымда кер нәрсе болған жағдайда, ол ғылым болмас еді. Ары қарай. Ақылдылық, жүректілік және жаңағы адамның бойындағы, ғылымның бойындағы кейбір кереғар қасиеттерде болуы мүмкін. Егер енжарлық болған жағдайда ғылымға қажетпеді. Ақыл тобы. Сіздердің қасиеттеріңіз қандай еді? Жүрек тобы. Сіздердегі қасиеттер, жүректілікте не болу керек? Әрине болса да имандылық, адалдылық, әрине ол жүректің бойынан, жүректен табылатын қасиеттердің барлығы. Тез арада жазамыз. Жұмыс жасаймыз барлығымыз топтық жұмыспен. Топ басшылары осы кезде өздеріңіздің бағалау парақшаларыңызға әр топтың өздеріңізде жұмыс істеген адамдардың барлығының жаңағы керемет оқушылардың қасиеттерін бағалап отырыңыздар. Әрқайсыларыңыз өздеріңіз. Біттіңіздер. Жақсыра. Кәні, тез, осы үйде тұрып қорғасаң да болады. Былай қарай шығып қорға. Тамаша. Тез. Керемет. Кәні. Жалпы біз Абайдың ғылым тобымыз, ғылым негізінде жалпы мінез құлықтың бәрі адамгершілікке келіп тіреледі. Қандай жағдай болмасын, қандай жүрек, білімнің өзі ең маңыздысы ғылымға адамгершілікке тіреледі. Ең алдымен біз алған сөзіміз сана сезім. Кез келген ғылымды тұжырымдамау үшін адамның күшті санасы, сана сезімі қажет етеді. Екінші, тәуелсіз, яғни біз ғылымды пайдалана білсек, біз тәуелсіз ретінде, қоғамымызда тәуелсіз және жеке тұлға ретінде тәуелсіз қалыптастыру өзімізге қалыптастырамыз. Және де білім ғылымның негізгі сарапшысы деп білеміз, білімсіз ғылым құра алмайды. Тамаша, керемет. Өте жақсы. Иә? Адам бойында кездесетін кез келген қасиеттердің барлығы ақылға келіп саяды, дұрыс па? Жақсы отыра қойыңдар, керемет. Тамаша, дұрыс па қыздар? Жүрек тобы не істедіңіздер? Кән, тез. Бай қарап тұрыңыздар, камераға қарап тұрыңыздар, иә. Тез айтайық. Жүрек адамның патшасы. Тамаша, ары қарай. Жүректе имандылықта барлығы бір жүректе жұптасып, сол жерде ұялайды, дұрыс па? Яғни өзінің 17-ші қара сөзінде осындай сипаттама береді. Жақсы, тамаша, керемет. Сіздер, тез.
Иә. Жалпы біз ақылда адам бойындағы Назерке. ең маңызды қасиеттерді атап өткен болатынбыз. Жалпы ақылдылық бұл ибалылық, сабырлық, білімділік, сонымен қатар жанашырлық, жақсы мен жаманды ажырата алатын, яғни көзі ашық, талапты, дұрыс жолға жетелей алатын, сонымен қатар таланттылықпен ұмтылатын адамды сипаттап өтілер. Жалпы кез келген адамда ақыл болмаса ешқандай биік жетістікке, үлкен дәрежеге жете алады деп ойлаймын. Кез келген жетістікке жету үшін ең бірінші адамға ақыл керек, және де ол дұрыс жолға жетелеп, ненің жаман, ненің жақсы екенін ажырата алады. Білімге табандылықпен ұмтылады. Яғни сіздердің ойларыңызша ақыл болған жерде жүректегі қасиетте, ғылымдағы қасиеттердің бар, сол ақылмен ғана шешіледі деген ойдасыздар, иә? Керемет, жақсы отыра ғой. Енді сіздердің алдарыңызға мен 3 не бердім? Парақша бердім. Сол парақшаның негізінде сіздер топтық жұмыс жасауларыңыз керек. Қараңыздар. Бірінші жаңағы неде? Бірінші парақшада кемел адамның бейнесін толықтыруларыңыз керек, дұрыс па? Ақыл тобына қандай? Егерде деген. Егерде деп, егерде мен деген, дұрыс па? Жүрек тобына қандай қасиеттеріңізді? Адам бойында кездесетін, адамда жеке тұлға ретінде қалыптастыратын мінез-құлықтар. Иә, мінез-құлықтар. Кәне, тез арада орындаймыз. Так, әрқайсымыз бағалау парақшасына топтық жұмыстар жасалып жатқан жұмыстардың бәрін бағалап отырамыз. Адам бойындағы қасиеттер. Қаны, болғанымыз тез айтайық. Кемел адамға ғылым тобы. Мери, тездетейік. Кемел адамда жалпы қайырымды, және де талапты, ұқыпты, шыншыл, сабырлы, көрегенді деп сипаттадық. Жалпы адам бойындағы осы қасиеттер адамда кемел адам ретінде жеке тұлға ретінде қалыптасады. Кемел адамда топтастыратын қасиеттердің бәрін сіздер жиып алдыңыздар. Иә, ғалым тобы, дұрыс па? Келсеміз ба? Келсеміз, жақсы, ары қарай. Ақыл тобы, жалғастырамыз. Иә, егер Ақыл болмаса, онда барлық мәселелер күш-жігермен, қайратпен шешілетін болса, әділетсіздік орын алады. Жаман әрекеттерді іске асыруға пайдалануы мүмкін. Өйткені білекті бірді шығады, білімді мыңды шығады. келсеміз ба? Қыздар, тамаша, қасиеттер топтастырды. Жақсы, жүрек тобы, тездетеміз. Жүрек тобы, өздеріңізге қасиеттер. Қаны, тамаша, айта береміз. Адам бойындағы адамның қасиеттер, идеясы ізгілікке, Мейірімділікке. Иә. қара сөз, лексикалық сөз қолданысы, уақытта, Иә. ақидет, нәпсі, шерудің тартысы, яғни қайрат, ақыл, жүрек, шешімі, ғылымның жүректі жақсылауы. Жақсы, соңғы жаңа талқылауға арналған сұрақтар бойынша Абай атамыз кемел адамға керек, қандай нәрселер керек деді, қасиеттер? Адамгершілік, Шыншылдық, жүректілік қажет па? Қажет. Жақсы, екінші. Мен үшін бүгін не сәтті? Жалпы біз осы жерде ақыл тобы, жүректі, сонымен қатар жалпы Абайдың 17-ші қара сөзіндегі барлық керекті адам бойына деген қасиеттерді талдай білдік. Талдай білдік. Жақсы, ары қарай. Бүгінгі сабақта мен үшін не қиын болды сіздерге жүрек? Иә? Барлығы түсінікті. Жүрек тобы жүректеріңізден шыққан шынайы сөздеріңіз қолданысқа енді ма? Абайдың айтқан дұрыс па екен 17-ші қара сөзіндегі? Жақсы, ендеше сіздерге үйге тапсырма, жаңағы эссе жазамыз. Абайдың 17-ші қара сөзінен. Жақсы, кері байланысқа. Мен сіздерге кішкене не беремін? Кері байланысты әрқайсымыз осы жерде талқылап өтсек. Яғни аяқталмаған сөз деп айтылады. Үшеуден алып жасасаңыздар да болады, тамаша болады ол. Тез арада талқылайық. Аяқталмаған сөйлем әдісі бойынша әрқайсыларыңыз кері байланыстарыңызды білгім келеді.
және кері байланысқа жаңа білім ағашына өздеріңіздің алған білімдеріңіз, әсерлеріңізді жазып кетесіздер маған. Міне қыздар, сіздерге арналған білім ағашына ілетін алмаларыңыз. Бұның ішінде сіздер жеміс ретінде қандай нәрсені ұқтыңыздар? Қандай нәрсе сіздерге қажет болды? Тез арада оқып береміз. Ғылым тобы, дайынбыз ба? Иә, дайынбыз. Айта қойыңыздар. Иә. Бұл жерде бізде аяқталған сөйлем әдістері. Бізде бұны жалғастырдық. Маған сабақ ұнады. Өйткені бүгінгі біздің Абай Құнанбаев атамыздың 17-ші қара сөзіне толықтай тоқталып, барлығымыз мәселелерді қамтып өттік. Екіншісі, мен көп нәрсені білдім. Мәселен, біздің осыларға білімге, жаңағы біз айтып жатқан ғылым, жүрек, ақыл, барлық қайрат біздің бойымызда бар екенін барлығын түсіндік. Және де мен өз білімімді мына тұрғыда жақсартуым керек. Осы біз Абай Құнанбаевтың айтқан сөздерінің барлығын ой санамызға түйіп, өзімізді жаңаша түрде жаңартуымызға да көмек етеді. Жаңаша адам ретінде қалыптастыруға Абайдың қара сөздері көп ықпал етті. Келістік қоя нәтиже шығара аламыз, е? Жақсы, ары қарай ақыл тобы. Сіздердің жауаптарыңыз қане? Маған сабақ ұнады, өйткені бүгінгі сабақта жақсы қасиеттерді айта бер, жақсы қасиеттерді бойымызға сіңіре алдық. Және де жақсы мінез, құлық, тәрбиені ала алдық. Мен көп нәрсені білдім. Мәселен, қайрат, жүрек, ақыл, адам бойында туғызылуы керек мінез құлықтар. Өз білімімді мына тұрғыда жақсартуым керек. 17-ші қара сөзде айтылғандарды өз бойымызға алып, өмірде пайдалануымыз керек. Яғни өмірде толық адам, кемел адам болуымыз керек. Жақсы, өте тамаша. Қане, жүрек тобы. Жүрек тобын тыңдайық, Иса, сосын мен сіздерге айтамын. Маған сабақ ұнады, өйткені Абайдың 17-ші қара сөзін біз осы сабақта айқын ашып өттік. Мен көп нәрсені білдім. Мәселен, адам бойында жүрек, ақыл, қайрат арқылы Адам көп нәрсеге жетуге, жетуге мүмкіндігі бар екен. Өз білімді мына тұрғыда жақсартуым керек. Тек 17-ші қара сөзді тоқтап қалмай, Абайдың 45 қара сөзінің барлығын ашып, айқын жетілдіру. Жақсы, рахмет көптен көп. Өте тамаша сабақ сәтті өтті. Себебі біздер 17-ші қара сөзден тек қана Абайды ғана танып қойған жоқпыз. Әр қайсыларыңыздың өздеріңіз тандыңыздар, е? Абайдың қара сөзі арқылы сіздер өздеріңіз танып өттіңіздер. Ендеше сіздердің қолдарыңыздағы алмаларыңызды тез арада білім жемісіне апарып қоюларыңызды өтінеміз. Яғни бұл біздің кері байланысымыз, е? Мен сіздерден ертең не күтемін? Жүрек тобы. Үйге тапсырма белгілі болды сіздерге, е? Үйге естер жазуға, е? 17-ші қара сөз бойынша естер жазып келеміз. Тез арада, тез. Маған да сабақ өте сәтті, керемет өтті деп ойлаймыз. Біз тек Абайды ғана таныған жоқпыз, өзіміз кемел адам ретінде толықтыру керектігін таныдық, е? Жақсы. Сіздерге көптен көп рахмет. Сабақ керемет сәтті өтті. Біз Абайды ғана танып қойған жоқпыз, қазақ халқының дара тұлғаларын да танып келеміз, е? Жақсы. Рахмет, сау болыңыздар.